Қайырлы күн, сіздермен бүгін спаржа салатын дайындаймыз. Қажет заттарды описаниеге қалдырамын. Бізге сушеные грибы, спаржа керек болады. Спаржа мен сушеные грибыға қайнаған суымызды құйып 3-4 сағатқа қалдырамыз. Қиярымызды тураймыз. Перецті өз қалауыңызша тураңыз. Кинзамызды тураймыз ұсақтап. Дайын болған грибыды турап аламыз осылай. Чесногымызды ұсақ үткіштен өткіземіз. Енді дайын болған спаржамызды тураймыз. Майымызды қыздырып, дайын болған спаржамен жаңағы грибыйымызды жақсылап бір қуырып аламыз. Чеснок саламыз. Дайын болғанда бәрін бірге қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір қасық соя соусын қостым. Және кунжутное масло қостым. Не қарай тоз, бұрыш бәрін салып жақсылап осылай араластырамыз. Салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыз. Бетіне кунжут сепсеңіздер болады.